Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Рим империясы неліктен шығыста сақталды. Бүгінгі сабақтың мақсаты Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау және жіктеу. Балалар, бүгінгі сабақта біз Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтаймыз. Сабақ барысында Византия картасымен жұмыс жасап, тақырып бойынша проблемалық сұрақтардың шешімдерін табамыз. Сендер қалай ойлайсыңдар? Неліктен Рим империясы көп уақыт шығыста сақталды? Тақырыпты ашып, зерттеу сұрағын анықтау үшін сендерге батыс және шығыс Рим империясының картасы көрсетілген. Біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда Мәрмәр теңізі мен Босфор арасында орналасқан Византия грек отары болды. Бұл ел Еуропа мен Азияны байланыстыратын маңызды сауда торабында орналасқан. 330 жылы император 1 Константин Рим империясының астанасын Босфор бұғазындағы Мегар аймағына көшірді. Жаңа астананы император Константиннің құрметіне Константинополь деп атады. Жаңа астана шығыс пен батыс арасындағы алтын көпір деп аталды. Рим империясының құрылуы 395 жыл болып саналады. Шығыс Рим империясы басқаша Византия империясы деп аталды. Енді Шығыс Рим империясының күшеюіне үлкен үлес қосқан билеушілер жайлы айтайық. 1 Константин өмір сүрген уақыты 272-337 жылдар аралығы. Рим императоры. Әкесі қайтыс болғаннан кейін әскердің көмегімен Август атанды. 312 жылы Мульви көпіріндегі шайқаста Максенциді және 324 жылы Лицинийді жеңгеннен кейін Римнің жалғыз толыққанды билеушісі болды. Христиан дінін Римдегі басты дінге айналдырды. 330 жылы мемлекет астанасын өзі негізін қалаған, кейін Константинополь атанған жаңа Римге ауыстырды. Жаңа мемлекеттік құрылымды енгізді. 1 Константиннің есімімен Рим империясында доминант жүйесінің, яғни император билігінің шексіз болуы, түпкілікті орнауы байланысты. 1 Юстиниан 527 жылдың 1 тамызынан 565 жылға дейін Византия императоры болған. Оның қол астында Батыс Рим империясының көптеген жерлері қосылды. Атап айтқанда, Африкадағы вандалдар және аландар патшалығы, Италиядағы озготтар патшалығы жойылды. Испаниядағы визготтар корольдігінің жерлерінің бір бөлігі қосылып, ал визготтар, франктер, алемандар, анттар өздерін императордың вассалы деп таныған. Юстиниан қолбасшы және реформатор. Ежелгі дәуірдегі ең көрнекті монархтардың бірі. Оның билігі ежелгі дәуірден орта ғасырларға көшудің және тиісінше Рим дәстүрлерінен византиялық басқару стиліне көшудің маңызды кезеңін білдіреді. Тағы бір маңызды оқиға Юстинианның Рим құқығын қайта құруға берген тапсырмасы. Оның нәтижесінде жаңа заңдар жинағы Юстиниан кодексі жасалынды. Сүлейменнен және аты аңызға айналған Иерусалим храмынан асып кеткісі келген императордың жарлығымен Константинопольдегі өртенген Әулие София соборы толығымен қайта салынды. Шығыс бастапқыда батысқа қарағанда бай және экономикалық жағынан қуатты болды. Римнің Азия провинциясында, қазіргі Кіші Азияның сол бөлігі, 500 қала болған. Батыста мұндай көрсеткіштер Италияның өзінен басқа жерде болған жоқ. 6 ғасырда батыстың едәуір бөлігі императордың тікелей билігіне оралды. Юстиниан кезінде Италия мен Сицилия, Сардиния мен Корсика, Далматия, Солтүстік Африка, Испанияның оңтүстігі, Картахена мен Кордованы қоса, Балиар аралдары кезінде Римді құлатқан варварлардан қайтарылып алынды. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Рим империясы шығыста неліктен сақталды? Византия империясының көп жылдар өмір сүруінің тікелей және жанама себептерін талдаңдар. 3 нақты жауап жазыңдар. Дескриптор. Византия империясының көп жыл өмір сүруінің тікелей себептерін және Византия империясының көп жыл өмір сүруінің жанама себептерін атайсыңдар. Екінші тапсырма. Бірінші сұрақ. 483-565 жылдары өмір сүріп,
527 жылы Византия императоры атанды? А. Бірінші Константин, Ә. Бірінші Юстиниан, Б. Ұлы Карл, В. Цезарь. Ойланып жауап беріңдер. Екінші сұрақ. Шығыс Рим империясын басқаша қалай атайды? А. Константинополь, Ә. Стамбул, Б. Византия, В. Александрия. Ойланып жауап беріңдер. Дұрыс жауаптарға келетін болсақ, бірінші сұрақтың жауабы бірінші Юстиниан, екінші сұрақтың жауабы Византия.